Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Құлтынай. Қазір көп адамдарды шатастырып жүрген, маған соңғы уақытта ең көп келетін сұрақтардың бірі, қазір осы өз еркімен Кореядан шыққан кезде өтінішті қалай толтырамыз, қайда барамыз? Осындай сұрақтар өте көп келеді. Сол үшін бүгін мен сіздерге осы сұрақтардың барлығына толық жауап беру үшін миграциялық орталыққа келдім. Бұл жер Инчон миграциялық орталығы. Осы жерге келіп, сіздердің маған қазірге дейін қойған сұрақтарыңыздың толық жауабын алып, сіздерге толық нақты жауап берсем екен деймін. Демек, бүгінгі бейнежазбаның тақырыбы осында заңсыз жүрген мигранттар өз елімен үйге қайтатын жағдайда қандай өтінішті қалай толтыру қажет, не істеу қажет және қандай құжаттар қажет. Осы жайында сіздерге айтатын боламын. 2018 жылы қазан айынан 2019 жылы наурыз айына дейін осында болған жасыл дәліз акциясы бойынша өз елдеріңізге қайтқан болсаңыздар, онда бұндай бас ауыртатын құжаттарды толтырмайтын да болар едіңіздер. Амал қанша уақыт өтіп кетті. Енді сіздер осы жерден қайту, өз еркілеріңізбен қайту үшін алдағы уақытта тағы қашан жасыл дәліз болатыны ол бір Аллаға белгілі. Демек, ешкім де оны білмейді. Ал енді осы жаңа заң бойынша сіздер қалай құжаттарды толтырасыздар және не істейсіздер, осы жайында айтатын боламын. Ең алдымен өз еркілеріңізбен Қазақстанға немесе өздеріңіздің елдеріңізге қайтқыларыңыз келсе, онда самолетке билет алып болғаннан кейін 3 күн мен 15 күннің арасында келіп, осында өтініш қағаздарыңызды толтыруларыңыз қажет. Сіздер өз еркілеріңізбен елге кетіп жатырмын деп. Сол өтініш қағаздарыңыз 3 күн мен 15 күннің ішінде ғана қаралады. Естеріңізде болсын, бұл 3 күн мен 15 күн деген сөзіміз мейрам күндерін, демалыс күндерін қоспаған кезде тек қана жұмыс күні болып есептелінеді. Соны да естен шығармаңыздар. Ал енді сіздер осы жерге келіп өз еріктеріңізден кету үшін қандай құжаттар қажет? Ол ең бірінші сіздердің загран паспорттарыңыз, самолетке билеттеріңіз және өтініш қағаздарыңыз болса болғаны. Ал енді осы миграциялық орталыққа сіздер өз еріктеріңізбен кететін кезде алдын ала бронь жасау қажет па? Жоқ, ешқандай бронь жасаудың қажеті жоқ. Осында келгеннен кейін осылай кірсеңіздер, бірінші этажда жұмысшылар тұрады. Міне осылай кіргеннен кейін бірінші этажға келіп, ана жерде тұрған жұмысшылардан мен осы жерге өз еркіммен қайтуға келдім деп айтсаңыздар, осы жұмысшылар сіздердің қай жерге баратындарыңызды айтып көмектеседі. Яғни, корей тілінде жазын чигу хару асымида деп айтсаңыздар, сіздерге толығымен түсіндіретін болады. Осы жұмысшылардың айтқанына қарап, сол кісілердің артынан еріп барсаңыздар, сіздерге көмектеседі. Ал екінші тағы бір ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, мен егер өз еркіммен елден қайтатын болсам, онда мен айыппұл төлеймін ба? Жоқ, қазіргі уақытта егер сіздер өз ерктеріңізге қайтатын болсаңыздар, онда ешқандай айыппұл төленбейді. Егер де мен J1 визасын алдым, сол визамен 3 ай ғана создырып, одан кейін 6 айына создырмадым. J1 визасын алып, бірақ 2 жылға дейін создырмадым. Қазір заңсыз жұмыс істеп жүрмін. Сонда мен айыппұл төлеймін ба деген сұрақтар да көп келеді. Мен қазір кіріп ішінен сұрадым жаңа. Жоқ, J1 визасын алған күннің өзінде қазір сіздер заңсыз жұмыс істеп жүрсеңіздер, онда ешқандай айыппұл төленбей, осылай өз еркілеріңізбен шығып кете аласыздар. Осылай келгеннен кейін сіздер ешқандай да бронь жасамай-ақ келсеңіздер болады. Мысалға, қазір Инчонда өз еркілермен қайтатын жер, онда 4-ші этажда орналасқан. Ал егер де сіздер Инчонда емес басқа қалада тұратын болсаңыздар, басқа қаланың миграционный центріне баратын болсаңыздар, онда осында келіп бірінші этажда жұмысшылардан мен қайда барсам өтініш толтыра аламын деп сұрасаңыздар болады. Осы жұмысшылардың көмегімен айтсаңыздар да болады. Қараша айының 1-нен бастап 2020 жылдың сәуір айының 30-ына дейін егер де осы елден өз еркілеріңізбен шыққан жағдайда қолдарыңызға өз еркімен шықты деген анықтама берілсе, онда сіздер қайтадан Кореяға кіре аласыздар деген жаңа заң шығады деген сыбыс бар. Бұл естеріңізде болсын, тек қана сыбыс, әлі күшіне енген заң емес. Оны да ұмытпаңыздар. Одан кейін осында Кореяда келіп телефон кредитке алып, ол кредитін төлемей қалып қойған жағдайларда да, егер мен өз еркіммен шыққан жағдайда ұсталам ба деген сұрақтарда келіп жатыр. Мен де осы сұрақты жаңа алдын ала кіріп сұрадым. Егер де телефон егесі, телефонның магазиндері сізді полицияға менің ақшамды төлемеді деп арыз жазған жағдайда, полицияның базасында сіздің аты жөніңіз жазулы тұрса, онда сізді ұстап алу мүмкін, ақша төле деп. Ал егер де сіздің аты жөніңіз полицияның базасында болмаса, онда ұсталмауыңыз да әбден мүмкін. Миграциялық центр ол базаны тексере алмайды. Осы жерге келіп өтініш толтырғаннан кейін сіздерді полицияға жібереді. Сол жерден сіздер отпечатка өздеріңіз саусақтарыңызды басу арқылы, көздеріңізді қарау арқылы камераға сіздерді базадан қылмыс бар ма, жоқ па, немесе қарызы бар ма, жоқ па, оны тек қана полиция бөлімшесінен ғана тексере алады. Ал енді сіздерге осы жерге келгеннен кейін өтінішті қалай толтыруға болады? Өтініштің қай жеріне не жазады? Осы жайында айтатын боламын. Ең бірінші міне көріп тұрғандарыңыз
Соңмёң деген жерге сіздердің аты жөндеріңізді жазасыздар. Бұл жерге толық паспортымен бірдей қылып аты жөнді жазасыздар. Екіншіден, Сеңмён деген жерге сіздердің туылған күн, ай, жылдарыңызды жазасыздар. Ескерту, Кореяда сіздің туылған күніңізді жазған кезде бірінші туылған жылыңыз жазылады, екінші айыңыз, үшінші күніңіз. Оны да ұмытып кетпеңіздер. Үшіншіден, кукчок, сіз қай елдің азаматысыз, соны жазуыңызға тура келеді. Төртіншіден, жынысыңыз ер немесе әйел екеніңізді белгілейсіз. Бесіншіден, йоллакчо деген жерге сіздің телефон нөміріңізді немесе танысыңыздың телефон нөмірін жазасыз. Алтыншыдан, йокконбоно деген жерге сіздің паспортыңыздың номерін толық жазуыңызға тура келеді. Одан кейін жетінші, Теанмингугне жусо, сіздердің Кореяда жүрген кезде қай жерде тұрдыңыздар, сол адрестеріңізді жазатын боласыздар. Одан кейін сегізінші, күнгне ипкугил, жылын, айын, күнін, яғни Кореяға ең алғаш қай күні, қай айда келдіңіз, соны белгілейсіз. Шүлгүк эжонгил, бұл жерге сіздер Кореядан қашан қайтасыздар, яғни самолетке билет алған кездегі күндеріңізді белгілейсіздер. Енді астында мына строчкаларға не жазамыз деп көп адам сұрап жатады. Ең бірінші черю киган деген жерге қай күннен қай күнге дейін жұмыс жасадыңыз, соны жазасыз. Қай күннен қай күнге дейін черю жиок дегенге мысалға қай қалада, Ансанда, Асанда немесе Инчонда, соны жазасыз. Одан кейін чиоп опчемең йоллакчотың деген жерге жұмыс жасаған жердің, жұмыс заводтың аты немесе компанияның аты, соларды жазасыз. Болмаса және олардың телефон нөмірін жазасыз. Егер де мен жаңа сұрадым, егер бұл кісі әр жерде бір айба жұмыс жасап, бір жерде тұрақты жұмысы болмаған жағдайда қандай адресті жазу керек деп сұраған кезінде есіне түскен кез келген адресті жазса болды деп айтты. Яғни толық болмаса да есіңізге түскенінше жазсаңыз болады. Ол полия болсын, ол завод болсын, оны өздеріңіз білесіздер. Осылай 3 орынды ғана толтырсаңыздар, яғни Кореяда жұмыс істеген жеріңіздің 3 адресті ғана, 3 мекен-жайды ғана білсеңіз, осы жерге толтырсаңыз болады. Ең соңында қай күні өтініш толтырдыңыз, сол күн, ай, жылды жазсаңыз болды. Осы қағазды алып, өтінішпен, билетіңізбен, загранпаспортыңызбен бірге өткізсеңіз, 3 күн мен 15 күннің арасында сіздің құжатыңыз қаралатын болады. Егер де бұны мен қалай толтырды білмеймін деп қорқатын болсаңыз, қорықпаңыз. Кез келген осындай келсеңіз, міне мынандай жерлерде сіздерге үлгісі көрсетіліп тұрады. Осы үлгіге қарап толтырсаңыздар да болады. Міне былай көрсетіліп тұрады үлгілер. Білмесеңіз, осындай үлгіге қарап толтырсаңыз да болады. Егер мүлде түсінбей бара жатырмын десеңіз, жұмысшыға айтсаңыз, жұмысшы да сізге көмектесетін болады. Келетіні әр адамның жағдайына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сізге төленетін деп айыппұл қойылатын деп болмаса, сіздің алған несиеңізге жасаған қылмысыңызға байланысты, сіздің Корея елінен қаншалықты оңай тез шығатыныңыз немесе қаншалықты кідіріп қалатыныңыз, барлығы өзіңізге тікелей байланысты. Бұл қазіргі заң. Ертең бұл заң қалай өзгеріп кетеді, оны ешкім білмейді. Бәлкім айыппұл төлетуі де мүмкін. Оны да ешкім білмейді. Келесі айдан бастап тағы да жаңа заңдар шығады деп жатыр. Осы жаңа заңдар шыққан кезде мен сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Сол үшін Құлпынай ТВ каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазіргідей сіздермен бірге болған мен Құлпынай, тыңдағандарыңызға көп рахмет.